Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 6 сыныпқа арналған кітаптың 59 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, колокольчик батырмасын баса кетіңіздер, себебі алдағы уақытта пайдалы сабақтар көп болады. So let's start. Language focus. Can for ability and permission. Яғни бүгінгі сабақта біз жалпы can модальды етістігін қолдан үйренетін боламыз, сонымен танысатын боламыз. Бірінші тапсырма look at the sentences and answer the questions. Бұл жерде сіздерге төменде 1, 2, 3, 4 деп реттілікпен сұрақтар берілген. Осы сұрақтардың жауабын сандармен әріптерді сәйкестендіресіздер. Міне оқушылар, бірінші тапсырманың жауабы. Бірінші сұрақ. What are the two proposals regarding the resolution? Жауаптары A және D жауабы келеді. Екінші сұрақ. What are the three suggestions regarding abilities? Дұрыс жауабы B, C, E варианттары келеді. What is the negative form of can? Дұрыс жауабы can't. Төртінші сұрақ. Do we use do and does to make questions with can? No, we don't use them. Осымен бізде бірінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап беру аяқталды. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма look at the sentences and write P permission or A ability. Берілген сөйлемдердің қайсысы permission, қайсысы ability екендігін ажыратып жазу керексіздер. Екінші тапсырманың жауабы. Бірінші сөйлем ability, екінші сөйлем permission, үшінші сөйлем ability, төртінші сөйлем permission, бесінші сөйлем permission, алтыншы сөйлем ability. Келесі тапсырма write sentences about your abilities. Use the ideas in the box, then ask and answer with a partner. Бұл жерде сіздер төменде бокста беріп тұрған сөздерді қолдана отырып сұрақ жасайсыздар, сұрақ қоясыздар және соған қысқа нұсқа жауап бересіздер. Үшінші тапсырманың жауабы. Біріншісі I can't play chess. Екінші I can speak on 3 languages. Үшінші I can run 1 kilometer. Төртінші I can't play an instrument. Бесінші I can't swim 25 meters. Алтыншы I can say 6 countries in English. Жетінші I can't dance the tango. Сегізінші I can't stand on my head. Келесі тапсырма бізде төртінші тапсырма write about things you can or can't do at your school. Use the phrases below and your own ideas. Төменде беріп тұрған бокста сөйлемдерді қарастырып, сіз мектепте осы төменде беріп тұрған етістіктердің қайсысын жасай аласыз, немесе жасай алмайсыз. Соны can және can't етістік арқылы айтуыңыз керек. Мысалы, we can't use mobile phone in class. Біз мектепте телефонды қолдана алмаймыз деп айтып тұр. Міне оқушылар, төртінші тапсырманың жауабы. Бірінші сөйлем we can't use mobile phones in class. Екінші сөйлем we can't talk an exam. Үшінші сөйлем we can't wear jeans. Төртінші сөйлем we can't go home for lunch. Бесінші сөйлем we can eat at school. Алтыншы сөйлем we can't listen to music. Келесі тапсырма бізде бесінші тапсырма look at the key phrases, complete the dialogue, then listen and check. Төменде беріп тұрған key phrases, яғни фразаларға қарап, мына диалогты толықтыруларыңыз керек. Және толықтырғаннан кейін listening арқылы тексересіздер. Бесінші тапсырманың жауабы оқушылар. Реттілік бойынша қойып шығасыздар. Бірінші you can't, екінші why not, үшінші is it okay, төртінші can I, бесінші you can. Міне, мына жерде тұрған бос ұяшықтарға жаңағы бесінші тапсырманың жауаптарын жазатын боласыздар. Және келесі тапсырма, ол 6-шы тапсырма. Work in pairs, practice the dialogue in exercise 5. Then change the words in blue and practice a new dialogue. Яғни жоғарыда беріліп тұрған диалогқа қарай отырып, көкпен берілген сөздерді ауыстырып, осыған ұқсас диалог құрастыруларыңыз керек. Мінеки оқушылар, жаңағы мен айтқан көкпен берілген сөздердің орнына осы сөздерді қойып ауыстыра салсаңыздар болады. Бірінші, Mom, is it okay if I go to the cinema with friends? Екінші тұрған көкпен беріліп тұрған сөздің орнына because your sisters are here this afternoon. Үшінші көкпен беріліп тұрған сөздің орнына Дима деп жазсаңыздар болады.
Осымен бізде 59-шы беттегі тапсырмаларға жауап беру сабағы аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Барлық тапсырмаларды толық және дұрыс көрсетіп шықтым. Егер сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті әрі пайдалы болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі кездескенше оқушылар, қош сау болыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар. Комментарий бөліміне алдағы уақытта қай сабақ, қай беттегі тапсырмалардың жауабын шығарайын, жаза кетіңіздер.